оюды тыге бастаймыз. Оюды қалай тігу керек, қалай жапсыру керек, соны айтып өтейін, таныстырып өтейін. Ол үшін бізге мынау енімен бірдей қып мата кесіп аламыз. Мынада сәл 0,5 сантиметрден жиегінен үлкен болған. Ештеңе етпейді, бәрі біткеннен кейін есептеп кесіп аламыз. Оюды мына ақ матаға оямыз. Сондықтан ақ матадан жетеу қиып аламыз. Жетеу қиып аламыз. 22,5-да 22,5 немесе 23-те 23 қып ала беріңіздер. Сосын барын болғаннан кейін тырна құрақпен біріктіріп өлшеп кесіп аламыз. Өйткені бұл тырна құрақ, өйткені бұл ою мағынасы сәл үлкендеу болып тұр. Сондықтан мынадан кішкентай қиып алсаңыз, оюыңыз шетіне сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сондықтан осымен бірдей қып бүйтіп жапсырып кілелейміз. Ақ матадан жетеу, көк матадан мына ақ велюрдан ою тігіп, мына көктің үстіне жапсыратын боламыз. Көк матадан 14 дана қиып аласыздар. Бұда да сол, бұны 23-те 23 қып ала беріңіздер. Өйткені шеті сәл ұзындау болу. Шеті шамалы, мынау қаншытқамен 3 бұрыш болып шетіне түседі көбісі. Сол кезде шеті тіккен кезде мынаусы қысқа болып қалмас үшін 23-те 23 қып аласыздар. Мынаны 23-те 23 қып 14 дана қып ала беріңіздер. Артығын жаймендеп қиып тастаймыз. 1 сантиметр, жарым сантиметр шығып жатса, оны қиып тастаймыз. Желательно, өйткені сіздер жаңадан үйреніп жатқаннан кейін жетпей қалғаннан көрі артылып қиып тастаған абзалырақ. Ал енді ақ матамызға паутина. Мына паутинаны алып өлшеп қиып аламыз. Паутинаның ерекшелігі мынандай шетіне мынандай кішкентай болса да салбырап жүрсе, бұны алып тастамаңыздар. Өйткені кейде болады, мынандай шетіне жетпей қалатын болады. Сол кезде мына үстіне қойып жапсырып жіберсеңіздер, жабысып қалады. Сондықтан мынандай кітте болса да қиындыны тастамаңыздар. Енді осының үстіне арақылды ашамыз. Мен өзім пайдаланып жатқаным бар, бірақ сіздер үшін мынаны мен жаңадан ашып көрсетейін. Енді мына жылтырақ бетін мынаған астына жапсырамыз. Мына жазу бар бетіме өтіктейміз. Алдымен қазір мен өтегімді қосып алайын. Жайменде басамыз. Жапсыруымыз керек. Мінекейміз. Мынау жабысты. Паутина материалға матаға жабысып қалып. Бұл енді жып-жылы шамалы сусын, әйтпесе мынау жабысқақ болады солмасы. Мынаны алып қоямыз. Бұл әрі бізге талай қызмет істейді.
мына сойым дегенше жектерін қиып алайын. Жектерінің аяғы жабысып қалады. Соларын қиып алып тастамаса, үстінен қазір тағы да өтіктейтін боламын. Сол кезде сол матаға жабысып берекесін кешеді. Мына оюды аламыз. Оюды мына бетіне туралап қоямыз. Енді бұны мына бұрышынан, ішкі жағынан, ішкі бұрышынан алып сызған дұрыс. Мынандай қылып ою сызып алдық. Оюда ескертіп өтетін жайт бар, мына оюда бұрыштарын бұрышына қарап сызу керек. Мынандай қайшы болады, кішкене. Мындай сәл жөнек көрсе, мындай доңғал қайшы болады. Осындай қайшымен қиған абзал. Ішінде сыртында жаратуымыз керек. Екі ою шығады осыдан. Сыртында ішінде білдіріп алмау үшін мен мына жерден ішкі жағынан болсын, қай жерден болсын, бетіп екі бүктеймін. Мінекей көріңіздер, екі бүктеймін да. Жаймен сол бүктелген жерден мына қайшы, мынау қалай қарап тұр, мысалы, мына сызығы былай қарап тұр ғой, мінекей көрің. Содан кішкентай ғана қайшы сиятындай қылып қиып аламын. Мінекей. Қайшы сиятындай қидым. Енді жаймен қия беруге болады. Осы оюды қиямыз. Оюмызды болды, қиып. Мынау сырты, мынау ішкі жағы. Енді осыны матаға, көк матаға жапсырамыз. Үстіне дәкеден шық болсын, дәке болсын, үстіне қойып, өтегімізді қыздырып аламыз. Өтегіміз қызды пармен булап отырып өтектейміз. Үстінен жаймен баспаймыз, парлаймыз осылай. Астына жабысқанша. Өйткені велюрдің үстін өтектесең, велюр жабысып қалады. Сосын түрі кетіп қалады. Велюр өтектеліп кетеді да, түрі кетіп қалады. Мына шала болса да жабысты, енді былай қоямыз да. Кәдімгі пармен өтектеп шығамыз. Қатты басып өтекте беріңіздер, өйткені мынау
ақ мата, ақ ою мына көкке жабысу керек. Әптең әдемі бұрыш-бұрыштары бәрі жабысып қала керек. Мына жабысты. Енді екінші жағын. Түгін өзіңізден жоғары қарай қаратып қоясыздар. Үстіңгі матада солай болу керек. Мына қараңыздар, үстіңгі мата жатып тұр, астындағы белөрде жатып тұр. Енді үсті бері қарап тұрса, мінекейіңіз көріне ме сіздерге? Үсті бері қарап тұрса, мына жағы да бері қарап тұрады. Түгі өзіңізден жоғары қарай жатып тұру керек. Екеуі де астыда, үстіде. Өйткені неге құрақ құраған кезде шатасып кетпес үшін, көрпеше өзінің өңін құртпас үшін. Бояуын құртып алады, егер құрақтар жаңағындай велюрдің түгі біріне бірі дұрыс жатпаса, көрпеше өзінің құрағын құртып алады. Енді мынаны өтектейміз жаңағындай тәсілмен, дәл жаңағындай қылып. Мінекейіңіз, мынау да жабысты. Енді осыны қазір шетін барлығын зигзагпен тігіп шығамыз. Зигзаг тігуге мынандай лапка саламыз. Жаноми машинасының лапкасы. Осындай лапка саламыз зигзагқа. Мынандай ішкі бұрыш зигзаг тігетін кезде мына ішкі бұрыш жағынан, көрінбейтін жағынан салған, ішкі жағынан алған жөн, өйткені айналып кеп қосылған кезде қосылған жері осы жерге бір жүргізіп аламыз. Енді зигзаг тігу үшін мынаны ойымыз біздің кішкентай шағын, сондықтан біздің қадамымыз өте үлкен болмау керек. Екіге қоям. Зигзагты көрсетіп алайын сіздерге. Мінекей. Мынандай қылсам өте айқайлап кетеді, сондықтан мына жерге шамал бүйтіп алып қоямын. Бірінші тігетін кезде бергі бұрышынан бір басып аласыздар да, сосын жаймен екінші жағына жүріп өтесіздер. Енді мен сіздерге жаймен жүргізіп көрсетейін. Көріп отырмаңыз. Әр тігіп отқан сайын айналдырып отырасыздар. Айналдырып әр мына неге мына тігістің оюдың бойымен соған ыңғайлап тауарыңызды бүйтіп оюдың бойымен айналдырып келтіріп отырасыздар. Сосын мына бұрышқа келдік қой, бұрышқа келгеннен кейін мына жаққа бұрылу үшін мына ине мына шетке келу керек, ішкі жағына келу керек ине. Сыртқы жағына емес, ине ішкі жағына келіп тоқтау керек.
айналамыз. Айналған кезде уже матаның үстіне түсіп. Зигзаг тігу, мата аққа ою қандай болса, матаңыздың жіптің цветі сондай болу керек. Мен енді бұл жерде мен ақ ою, ақ көкке түсіп тұрғаннан кейін, ою ақ болғаннан кейін матада ақ болады. Сосын зигзаг жегін кейбіреулеріне оюдың үстінен тігіп кетеді, кейбіреулеріне сыртынан тігеді. Жоқ, ойдың үстіне, жарты оюдың үстіне тұрады да, шеті көк матаға түсіп тұру керек зигзаг. Мен сіздерге неғұрлым жай жүргізіп тұрсам енді, жай. Бірақ енді қанша айтқанмен машина болғаннан кейін тез жүріп кетеді. Кейде зигзаг ой айналғаннан кейін кейде бір ыңғайсыз айналып кетеді, кейде бір үлгермей қаласыз бұрып. Сол кезде мына инеңіз ыңғайсыздау жерге түсіп қалуы мүмкін. Көтеріп аласыз да машинаңызды жаймен келтіріп аласыз. Тағы да айналатын кезде ішкі жағына келіп, сыртына. Енді мен жай тігуге тырысып жатырмын, бірақ жай тіккен сайын шамалы маған ыңғайсыздау болып жатыр, өйткені көрініп жатыр ма сіздерге? Мінекейіңіз. Анықтап қарасаңыздар, көрінбейді екен, анықтап қарасаңыздар мынандай болып шығады. Мінекейіңіздер, оюды ойып болдық, тігіп зигзагтап болдық. Астары мынандай болады. Енді екіншін тігеміз, екіншінде дәл сондай тәсілмен тігеміз. Бұл жерде мынау ішкі жағы болса, мынау сыртқы жағы. Бұл жерде де жіп зигзаг мына ақтың үстіне түседі. Ақтың үстіне, бір шеті ақтың үстіне, бір шеті мына көкке жегіне жүріп отырады. Мына жектен асып кетпейміз, асып кетсек, ақ көк болып көрініп қалады. Сондықтан осымен дәл сондай тәсілмен тігіп шығамыз осында. Екінші оюды тігіп болдық. Мыналары шетіне түседі. Ортасына 6 ою қоямыз. Мынандайдан ортасына 6-ын қоямыз. Жетіншісі екі шетіне кетеді. Сондықтан жетінші мына 6-ын тігіп қойдым. Мынау жетіншісі, мына жетіншіні бөлек қоямын да 6-ын қазір құрақ құраған кезде ортасына қойып шығамын.